Гимнастика. Әр спорттың негізін салуда, қазығын қағып беруде бұл саланың алар орны да бөлек. Келушілерді 4-5 жасынан қабылдайтын гимнастиканың бұл түрінде қазақ балаларын көп көзің шала бермейді. Бірақ аталмыш спортта бағы жанып, өңір ғана емес, ел намысын қорғап жүрген қара көздеріміз де бар. Солардың бірі Диас Тойшыбек. Құрлықтық жарыста күміс жүлдені еншілеген жерлесіміз спорттық гимнастикада 11 жылдан бері өнер көрсетіп жүр. Шымкентте туылдым. Анам Жұмабаева Айжан Ариловна, әкем Балқашев Асқар, мен Тойшыбек Диаспын. Үйде төртеуміз, 2 ұл бала, 2 қыз бала. Мен әпкем художественный гимнастикамен айналысты. Мен қызықтым. Үйде шпагатқа отырып, сәл қызығушылығымды көрді әкем. Одан кейін әкем осы залға алып келді, спортивный гимнастикасына, 5 жасында. 16 жастағы Диас спорттық гимнастикаға 5 жасында келген екен. Содан бері түрлі жарыста ел намысын қорғап жүрген жерлесіміз жеңілістердің спортшыға тек пайдалы екенін айтады. Кейде болатын сәтсіз сайыс қайта оны жігерлендіріп, алға ұмтылдырады. Жеңілген кезде негізі жақсы ғой. Тұлмаған адам ұтпайды дегенде, жеңілген сайын өзіңе күш-жігер алып, алдыға қарай жылжуға мақсаттанасың. Өзіңе талаптар қоя бастайсың. Ерте жатып, ерте тұру деген сияқты, дұрыс тамақ ішу, көптеген өзіңді үйрете бастайсың, қылықты өзіңе жақсы нәрселерге. Одан кейін жеңілген кездерінде сәл көңілің түседі, бірақ қанша дайындалып, кейбір кезде болмай қалады, болатын кездерде болады. Соның өзіне мұңаймай, алды қарай жылжы беру керек деп ойлаймын. Мен ең бірінші жарысында 3-ші орын алдым. Ол кезде физикалық, кішкентай балалардың физикалық денесін шамасын тексеруге жарыстар болады, қабылдайтын. 3-ші орын алдым. Осы Шымкент қаласында болды, облыс қатты қуанды. Ең бірінші жеңіс 7 жасында едім. Осы жыл Диас үшін табысты, жеңісті жылдардың бірі. Себебі оңтүстік оғланы Азия біріншілігінде күміс жүлдеге қол жеткізген болатын. Ел қоржынына салған алтынмен пара-пар жеңіс ол үшін қымбат. Себебі мұндай сайыстағы жүлде әркімнің бағына бұйыра бермейді. Қарсыластарымыз мықты болды, өйткені олар ол жерде 2000 жылғы балдар мен 2002 жылғы балдар аралығында жарыс болды. Ой жақта басқа елден келген балдардың көбісі 2000 жылғы болды, бізден 1 жас үлкендеу. Сәл қиындау болды, бірақ қаншама еңбек, қаншама күш-жігер орынға деп бардық қой. Орын алу үшін мақсат етіп бардық. Сонымен қолдан келді, алдық. Бірақ әлі көптеген істейтін жұмыстар бар, әлі жетіспеушіліктер де бар. Алдыға қарай мақсатымыз да бар, соған жылжы береміз. Өзі әлі жастар арасында сынға түсіп жүрсе де, оның артынан ерген іні қарындастарына айтары бар. Бұл жолда кез келген жанның жұлдызы жана бермейтін жеткізген Диас, жас спортшыларға шыдамды болуды ескертеді. Кейіпкеріміздің айтуынша, ерінбеген жан ғана жеңіске қол жеткізбек. Ең біріншіліктен қарапайымдылық, одан кейін ерінбеу керек. Ең бастысы ерінбеу керек, алға қарай жылжы беру керек. Сол кезде бәрі болады. Біртіндеп болады, бірақ бәрі бірден бола салмайды. Мен де сразу Азия чемпионы болған жоқпын. Жайлап көтерілдім. Ең бастысы ерінбеу керек. Біздің өзіміздің Қазақстанда да көптеген жақсы спортшылар шықты. Мысалға Ернар Ерімбетов, Тимур Құрбанбаев деген сияқты. Соларға қарап, кішкентай кезінен қызығасың, қалай істейді. Сонымен сол адамдарды үлгі тұтып, солардың артынан жүріп келеміз. Көңілдің аз бөлінуі шығар деп ойлаймын. Залдардың аз болуы, мысалға Шымкентте бір-ақ зал бар. Ал басқа кейбір қалаларда залдарда жоқ. Содан деп ойлаймын. Көңіл бөлінушіліктің аздығынан. Қазір келесі айда бізде Ресейде международный турнир, Воронин атты турнир болады, соған дайындалып жатырмыз. Одан кейін бізде март-наурызда
наурызда Азия чемпионаты болады. Тағы да жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты. Малай Азия елінде өтеді, соған дайындалып жатырмыз. Одан кейін 2018 жылғы жасөспірімдер арасындағы олимпиадаға да дайындалып жатырмыз. Жарақаттар бар, оны жай-жай емдеп жатырмыз. Барлық қолымыздан келген нәрселерді істеп жатырмыз. Енді жақсылап бастауға кірісіп жатырмыз. Бірінші қазір жарақаттарымызды емдеп алып жатырмыз. Осы жақын арада уже жақсы тренировкаларды бастаймыз деген ойдамын. Барлық жерден жарақат алуға болады. Ол абайсыздан болып қалған нәрселерден оны біле алмайсың, қай жерден жарақат болатынын. Бірақ абайлап істесең, жинақты істесең, жарақат алмауға да болады. Оқу мен спортта жақындарының ғана емес, елінің үмітін арқалап жүрген ол бүгінде 11-ші сынып оқушысы. Алдағы жылы мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, жоғарғы оқу орнына қадам басқалы отырған Диас қазір қызу дайындық үстінде. Дайындалып жатырмыз. Үйде өзім де дайындалып жатырмын. Мектепте қосымшаларға қатысып жатырмын. Сабақты оқып, дайындалып жатырмыз жақсы. Біздің осы Шымкенттегі Тех университетінен түскім келеді. Спорттан. Ең бірінші 2015 жылы Қазақстанда 3-ші орын иелендім. Ең бірінші Қазақстан республика чемпионатында. Одан кейін 2016 жылы 2-ші орын болдым Қазақстан республикада. Сол 2016 соңына қарай кубок президенті болды. Қазақстан Федерациясының кубок президенті. Содан 1-ші орын алдым. Өзіміздің жас аралығымызда КМС-тен 1-ші орын алдым. Одан кейін құрамаға кірдік. Жасөспірімдер арасындағы ең мықты балдардың арасына кірдім. Ресейге бардық. Сборлар болды көбінесе. Сонымен өзімізді шыңдап, Ресейде международный турнир болды. Соған барып, бірінші орын алдым, бір екінші орын, бір үшінші орын алып келдім. Одан кейін жазғы бізде 4 жылда бір рет болатын жарыстар бар. Содан бірінші орын алдым. Одан кейін осы майда Таиландта, Бангкок қаласында Азия чемпионаты өтті, содан 2-ші орын алдым. Кәдімгі күндері 3,5 сағаттай болады. Ал сбор болған кездерде, ол кезде біз 2 мезгіл тренировка жасаймыз. Ол кезде бір 6 сағаттай болады. Шамамен 6 сағаттай. Арғай бір сағатын емделуге, жазылуға, жарақаттарын емдеуге өзіміздің дәрігерлерге барамыз. Универсиада, әлем чемпионаты, әрине олимпиада. Мақсатымыз сол. Соған қарай жылжимыз.